Жұмыртқаны қай кезде жеуге болмайды? Бүгінде адамдар көп тұтынатын тағам түріне жұмыртқаны қосуға болады. Қонақ күтерде салат жасасақ та, таңертең жұмысқа асығып тұрғанда тез дайындалатын ас түрі ретінде де жұмыртқаны қолданатынымыз жасырын емес. Бірақ көпшілігіміз жұмыртқаның ас дайындаудан басқа пайдасын біле бермейміз. Ал жұмыртқа нәрлі тағам ғана емес, құрамында бағалы витаминдер бар ас. Бірақ оны жеуге болмайтын да кездер болады. Біз осы жағына тоқталмақпыз. Достар, біздің еңбегімізді ескеру мақсатында тіркеліп, қолдап кетіңіздер және жаңа шыққан видеоны алу үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Алдын ала рахмет айтамыз. Алдымен жұмыртқаның пайдасына тоқталайық. Оның белокқа бай екені мәлім. Жұмыртқа белогы аминқышқылдық жиынтыққа толы. Ол өсіп келе жатқан жас балалар үшін аса бағалы тағамдық өнім болып табылады. Мысалы, суға қайнатып қабығы ашылған жұмыртқа 73,6% судан, 12,8% белоктан, майлардан, углеводтардан, минералдық заттардан, кальций, фосфор тағы басқалардан тұрады. Дегенмен оның нағыз мәні сары уызында. Жұмыртқаның сары уызында жоғары сапалы белокпен бірге май мен фосфатидтердің темір жеңіл сіңірілетін кальций, фосфор, А және Д витаминдері бар. Ол майларға, белоктарға, углеводтар мен минералды заттарға, витаминдерге бай. Соған қарамастан ол жеңіл сіңіріледі. Осы құндылықтарды жойып алмау үшін жұмыртқаны шала қуырып жеуде маңызды. Жас ұлғайған адамдар аптасына 1-2 шала пісірілген жұмыртқаны аздап уылдырықты жеп тұрса ағзасына айға жететін қоректік зат жинап алар еді. Біздің жұмыртқа жайлы жазуымыз тегін емес. Жұмыртқаны ағзаны мазалаған ауруға байланысты жеу керек. Мысалы, асқазан немесе ұлтабар жарасында гастрит болса, күніне 2 жұмыртқаны шала піскен күйінде булаған омлет түрінде тамаққа салған күйде жеуге болады. Қатты пісірген және қуырған жұмыртқаны жеуге және 2-ден артық қолдануға болмайды. Созылмалы колит, созылмалы энтероколит мазаласа, күніне шала пісірілген 1-2 жұмыртқаны таза күйінде немесе белокты омлет түрінде жеуге болады. Бірақ қатты пісірілген қуырған жұмыртқаны жеу зиянды болмақ. Егер холецистит, созылмалы гепатит, бауыр циррозы, бауыр мен өт жолдарының қызметін бұзатын сырқат болса, онда күніне жарты немесе 1 жұмыртқаны тамаққа салып қана жеу керек. Болмаса, белокты омлет жеуге болады. Тек жұмыртқаны қатты қайнатып немесе тым қатты қуырып жеуге болмайды. Жүрегі ауыратын адамдарға бүйрек пен несеп жолының кейбір дертінде аптасына 3 рет жұмыртқаны шала пісіріп, белокты омлет түрінде тамаққа салып жеуге болады. Ал артық салмақ мазалайтын жандар жұмыртқаны пісіріп қана, онда да аптасына 3 данадан асырмай жеу керек. Иммунитеті төмен әлсіз адамдар оны шала қуырып шикі етіп жесе дұрыс қорытылмайды. Аз болса да пісіріп қуырып жеуге болады деп жұмыртқаның кез келгенін ала беруге болмайды. Оны таңдаудың да жөні бар. Жарамды жарамсыз екенін анықтау үшін жұмыртқаны жоғары жағынан алақанмен жауып тұрып жанып тұрған шамға жақындату керек. Егер жұмыртқа тұрып қалған болса, онда күңгірт тартады. Өйткені құрамы бұзылған жұмыртқадан жарық өтпейді. Тұрып қалған жұмыртқаны қолға ұстап қозғалғанда ішіндегі белогы мен сары уызы араласып, қолға сезіліп тұрады. Кейде жұмыртқаны банка толы суға салып тексеруге де болады. Егер ол түбіне тез батып кетсе, онда жаны қалқып бетіне шықса, тұрып қалған деп түсіне беріңіз. Жұмыртқа жайлы біздің айтарымыз осы, ал сөз соңында оны 2 градустан төмен емес, қоңыр салқын жерде сақтау керек. Ал бөлме температурасы 21 градустан асып кететін болса, оны одан әрі сақтаудың мәні жоқ. Осымен достар, бүгінгі видеомыз өз соңына жетті. Видеоны жақындарыңызбен бөлісе отырып, арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық.